Барлығыңа сәлем, сендермен бірге мен Сарбаз, және бүгін бізде керемет видеоролик. Жалпы видео басталмас бұрын сендерден үлкен кешірім сұрағым келіп отыр, өйткені арнада видео шықпағанына 1 ай болды. Оған себептер мен факторлары өте көп, қазір айтып миларыңды ашытпай қойын. Бүгінгі видеода Bplay жариялаған конкурстағы жүлделі орын алған косплейіміз туралы айтатын боламыз. Негізі бұның алдында 1 минуттық видео шыққан болатын, бірақ ол TikTokта, және де мұнда жасалған еңбектің барлығын 1 минутқа сыйғызу мүмкін емес. Сондықтан YouTube'та толық нұсқасын шығаруды жөн көрдім, және де бұл ролик көз алдарыңда. Ал мен сәтті қаралым тілеймін. Қазір кішігірім жарнама, одан соң видеомызға кеттік. Жасың кәмелеттен асса және инвестициямен таныс болғың келсе, менің достарым Авалон саған өзінің инвестиция туралы ақпараттарымен бөлісе алады. Қызық болса, сілтемесі төменде. Bplay'дің конкурсын көрген кезде ойыма бірден алақұлан түсті. Жалпы бұл набор өзіме де қатты ұнайтын, өте сүйкімді, әдемі, жасалу барысы қиын емес наборлардың бірі, сондықтан осы набор таңдадым. Жалпы ереже бойынша негізі кейіпкерлердің наборын жасаңдар деген, бірақ та мен сосын сұрастыра келе алақұлан наборын жасай алатындығымды түсіндім. Осы мәселені шешіп болған соң жұмысқа бірден кірістік. Сол күні қораптарды алып, азаматтың бой ұзындығын, қол жалпақтылығын, дене жалпақтылығын барлығын өлшеп алып, сол өлшеу арқылы алақұланның өлшеулерін сыза бастадым. Соған қарап болашақ наборды жасаймыз. Сызбасы мен бас бөлшегіне үлкен мән бердік, өйткені бас бөлшегі ол ең күрделі бөлшектердің бірі. Жасалу барысында жалпы ешқандай қиындық болған жоқ. Барлығын өлшеп, сызып жасаған марқасында ешқандай қисық, артық бөлшектер шыққан жоқ. Жұмысты барынша сауатты, сапалы жасауға тырыстым, және де ол менің қолымнан келді деп ойлаймын. Негізгі ақпаратты YouTube посттармен бөлісіп отырдым. Жалпы қолдағандарыңа үлкен рахмет. Екінші күн қалған бөлшектерін бітіретін күн. Бұл күні қол, аяқ, тізе және дене бөлшектерін бітірдік. Және де басында бітіруге тура келді. Өйткені басында құлағы, жалыны, тағда басқа майда бөлшектер өте көп болды. Солар қиындық туғызды, әсіресе құлағы, ал ең оңай бөлшегі ол тізесіндегі бөлшек. Өте оңай, жай ғана бояй салсаң болды. Және қосалқы бөлшектерді айта кету керек. Ол бізде қол және аяқ бөлшегіндегі тырнақтары, және де денесінде 1-2 сурет бар. Оған қоса арқасының бел тұсында бас киім тұрса, бірақ өкінішке орай ол бас киімді таба алмадық. Және құлағында кішігірім қағаз тұрады. Бұл майда бөлшектерді де жасадық, және де бізде көзі ғана қалды. Көзін біз келесі күні жасадық. Жалпы көз неден жасалған десеңдер, жай ғана біздің кейіпкеріміздің көзі пішіндес пластик зат. Сонымен ешқандай жоғарғы разум керек емес. Барлығы оңай, бояп, жабыстырып жіберсең болды. Иә, үшінші күн ол бізде бояу. Көз алдарыңда тұрған дайын макет. Қазір азамат көз алдарың сендерге Free Fire эмоцияларын билеп береді. Боялмаған түрінің өзі керемет болып тұр, бірақ қазір біз оны бояйтын боламыз. Ең алдымен ақ және ақ түсті баллонмен бояп шықсақ, одан кейін қара түсті баллонмен ертеңіне қоса боя шығатын боламыз. Иә, барлықтарыңа сәлем. Сендермен бірге мен Сарбаз және Аза. Уасыр достар. Я, масканы шешесің ба? Әлде шешіп берейін ба? Мінеке достар, сендермен бірге мен Сарбаз және Аза. Өте керемет дуо, я? Дуо. В общем, достар, барлықтарыңа тағы да сәлем. Кеш жарық, фонға мән бермеңдер. Жалпы бүгін азамат екеуміз үлкен керемет Bplay косплей челленджі, косплей челлендж дейікші. Бұл идея менде бұрыннан болған, видео басында да айтып кеттім. Және де осы видео бірінші бөлімі болады. Әлі осыдан кейін тағы бір бөлім болады. Ол бөлімде біз деген
осылардың барлығын бояймыз. Қазір сендерге толықтай Азаматты киіндіріп көрсеттік. Осыдан кейін қазір бір затты бояп көрсететін боламыз. Және де бір затты бояп көрсеткен соң мүмкін видео бітеді. Оған дейін соңында әрине де бонус болады міндетті түрде. Жалпы сендер Азаматтың киімін көрдіңдер, өте керемет. Сен өзіңе ұнады ма? Өте керемет. Менің өзімнің 3 күн уақытым кетті осын жасауға. Бірінші күнге тек сызбасы кетті, есебі кетті. Екінші күні қидым, үшінші күні бәрін клейтеттім. Короче, әжептеуір жаңағы кетіп қалды. Енді дәл қазір Азамат бізде перчатканы киеді. Или нан шешесің бе бірінші? Ей, қазір нан бояуың керексің ба? Так, достар, біз қазір шешіп алайық. Азамат шешіндіру, чек. Минус футболка. Неме башын қатырып отыр. Достар, менің отырып тұрғанның себебін көрген шығарсыңдар. Мен деген достар кадрға сыймай қалдым. Сондықтан шештік. Давай енді сенің үстін краска болмас үшін. Достар, кешірім сұраймыз. Мінекей, бояу барысына да кірістік. Бұл жерде біз ақ түсті бояумен бояп жатырмыз. Ана жердегі иісті енді айта алмадым. Газдың иісі болу керек. Газ баллонынан шыққан иіс енді мүңкіп тұрды. Сондықтан маска киіп алдық. Үстімізді бұлғамас үшін қажет емес курткамды киіп алғанмын. Өйткені бұл жалпылама бояу барысында ешкім уланған жоқ, уайымдамаңдар. Одан кейін біз Free Fire кейпіне қарап, дәл содан қайталап, қара дақтарын, сызықтарын қостық. Жұмыс барысы өте қызық болды, маған ұнады. Ең басындағы жасаған денеге қатты сеу жүргеніміз болмаса, бәрі жақсы болды негізі. Осылайша біз бояп аяқтап жатырмыз. Енді шешуші ғана қадамдар қалды. Ертеңгі күні біз аяқтап, оның арғы күні жетісі күні біз конкурс аяғын білетін боламыз. болса айтыңдар. Әне берден картон айттым ғой, картоннан да жасадық. Курминский. Находчивый жігіттер болады ана. Курминканың жұмыртқаларының қорауына жасадық. Иә.
Сарбаз деген жігітті білемін, бұл бізде ютубер, бір 200-300 мың подписчигі бар. Арқасында Азамат деген бауыры. Не деп ойлайсың, не істеп жатыр деп ойлайсың? Сен негізі көрдің бе видеоларды? Жоқ. Мен специально көрген жоқпын, чтобы вот бірінші көруде. Не істеп жатыр? Ух ты, күшті ғой мынау. Кім сонда? Зебра ма? Қалай айтады қазақша зебра? Зебра қазақшасын білмеймін. Алағұла пони. Короче, ұнады ма? Иә. Мені тыңда, кірдің ютубқа, бұл зонасы Сарбаздың. Бұл сенің өміріңдегі ең дұрыс қадамың. Ерік бер қылауыңа комментарий жаз. Like boss, like boss, like boss. Like boss, like boss, like boss.